Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге сүйек сорпасының пайдасы туралы айтамын. Сүйек сорпасы құрамында белок, амин қышқылдар, коллаген, глюкозамин, хондроитин, гиалурон қышқылы, глюкоза, аминогликандар, глицин, пролин, аргинин, глутамин, амин қышқылдары, кальций, фосфор, магний сияқты минералдар бар. Лизин, глутамин ішектің шырышты қабатына пайдалы. Сүйек сорпасы ақуыздың ерекше көзі болып саналады. Сүйек сорпасының пайдасы: ішек саулығын жақсартады. Сүйек сорпасындағы коллаген асқазан ішек жолдары шырышты қабатына пайдалы. Ол ішектің қозғалысын жақсартады. Іштің кебуі, қышқыл рефлюкс сияқты ас қорыту бұзылыстарын жеңілдетеді. Тітіркендіру синдромы, крон ауруы яғни ішектің қабыну ауруларында пайдалы. Зерттеулер бойынша ішектің қабыну ауруы бар адамдарда коллаген белок деңгейі төмен болады екен. Буын сүйектер бұлшық еттерде ауырсынудың азаюы. Зерттеулер көрсеткендей, коллагенді үнемі тұтыну буындардағы ауырсынуды азайтуға және алдын алуға және сүйек тығыздығының төмендеуіне көмектеседі. Бұл артроз, артриттің басқа түрлері бар адамдарда ауырсынуды төмендетеді. Тері серпімділігінің жоғарылауы. Коллагеннің бай көзі болып табылатын сүйек сорпасы терінің серпімділігін жақсартуға көмектеседі. Сүйек сорпасы құрамындағы гиалурон қышқылы ол терінің ылғалдылығын сақтауға көмектеседі. Сүйек сорпасы құрамындағы глицин қабынуға қарсы әсер етіп, иммунитетті нығайтады. Анемия, яғни қаназдық кезінде қолдануға болады. Әсіресе босанған әйелдер 40 күнге дейін сүйек сорпасын қабылдаса, әйел адам организмінің қалпына келуінде сүйек сорпасы өте маңызды болып табылады. Пайдалы болса, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.